Екі ғашық қайтадан табысты. Қанша тәкаппарланып екіге кетсек те, жүректеріміз бірін-бірі іздеп тауып алып жатыр. Өзіміздің еркімізге де бағынбай жатыр деп Ақерке ағынан жарылды. Бүгін мінекей 23-ші күзімді Сержанмен бірге атап өттік. Ал ендігі 24 жасымды бұйырса, отбасылы болып атап өтейік деген іштей бір сезімім болды. Туған күн кешім өте керемет жоғары деңгейде өтті. Осы орайда Ернар бауырыма өте үлкен рахметімді айтамын. Туған күнімді керемет деңгейде өткізіп берді. Мені сыйлап келген барша достарыма мың алғыс. Сыйластығымыз арта берсін, достығымыз мәңгілікке болсын деп Ақерке достарына алғысын жаудырды. Туған күнімді анаммен, бауырларыммен үйде атап өтемін дегенде Сержан осындай керемет кеш ұйымдастырып берді. Сержанға мың алғыс деп алғысын жаудырды. Ер жігіт, бәрі өзім жақындарым ғой. Просто үлгермей қалдым негізі. Менде қатты барғым келген, по идее. Сол үшін енді Ақеркеде талай қуаныштар да болды. Сол үшін шын ниетпен нормаль. Шын. Автобус көлігінің тегін берілуіне тура 2 күн қалды. Шарттары өте оңай. Тағы да айтып кетейін, қақсап қоймайды деп айтпаңыздар. Менің подписка бөлімдегі 4 досыма тіркелесіздер. Болды. Бұйырса 2 күннен кейін тікелей эфирде осыны тіркелгеннен арасына бір жанға беретін боламын. Одан да бөлек ақшалай сыйлықтар болады. Жаным менің. Накс емес. Осы тегін беріледі. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Гуанчжоуда күн өте суық кетті. Ана жақта енді күн погода андай ыстық қой. Суық болмайды деп біз андай жазық киім алмағанбыз. Қатты суық кетті, бірақ бүгін нормально болып тұр. Кеше алды күні қатты суық болған. Еще қазір сіздерге бір айтатын жаңалығым бар. Келесі стористе міндетті түрде қараңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар, амансыздар ма? В общем, енді кешегі варианттар, біраз вариант жазылып жатыр. Енді черная пантера дей ма, біреу тоқал дей ма, короче. Көп енді вариант. Енді соның ішінен біреуін таңдап аламыз бұйырса. Сол, короче, енді бір домашний вайпты салып қойын дегенмін сіздерге, бір қызық дүние айтқым келіп тұр. Біз, короче, тамақты мына жерде ішіп отырық, мынандайдың үстінде. Үтіктейтін дейді ғой, короче. Мен сорлы кеше стол заказ бергем алдында. Кәдімгі кухняның столы ше. Сөйтсем мен топас қарамағам ғой, отыратын орындықтарын заказ бермегем ғой, короче. Чисто столдың өзі ғана келді. Көрсете салайын, короче. Міне, мына стол келген ғой, короче. Мынау не қылып тұршы. И отыратын орындықтарын бермеген ғой, мен ойлашы, қуғам ғой, короче. Сөйтіп, қазір осындай вайп, мынандай жерде тамақ ішіп отырық. Заказ беріп қойдық, что там? Барлықтарыңызға қалайсыздар? Біз техника базарына келіп, анау-мынау нәрселер көріп, мына пылесостар бар екен. Қандай нәрсе арзан, бізде қымбат нәрселер, мына жақта арзан табылып қала ма деп көріп жатырмыз енді. Жуып тазалап. Сізде бар осындай? This how much? 650. Неше түрлі нәрселер бар мына жақта, бізде жоқ нәрселер де бар. Бағана біз телефон алатын жерге барып, телефондарды көріп, енді осында карго жаққа келіп, кешегі тамақтанған жерге қайтадан келіп жатырмыз. Маған осы жақтың бойы сынап қалды. Қытайға келіп бірінші рет маникюр жасатайын деп жатырмын. Енді бұл жақта қалай жасайтынын білмеймін. Менің маникюрім қатты өсіп кетті, және де менің жаман әдетім тырнақтарымды тістей берем. Тырнағымның бәрін тістеп тастағанмын ғой, қараңыздар. Енді қандай маникюр істесем дедім де, сонымен қызыл цветті таңдай салдым. Негізі мен китайский дизайн жасатайын дегенмін, бірақ ол кішкене қиындау екен. Мен ондай дизайнға мүлдем көзім үйреніспеген, сол үшін қызыл цветті таңдай салдым. Маған 1 сағатта жасап берді, и результаты ұнады. Ал бүгін күнде болып кетті негізінде, бірағында Құдай тимесін деймін, тфай. Осындай күндеріміз көп болсын, ең жаман күн осындай күн болсын деп тілеймін да. Өйткені бүгін ата енемді, өзімнің мама-папамды қосып, бірге тамақтануға бара жатырмыз. Өткенде тамақтанған жер ұнады. Өзіміз 4 көзіміз түгел барып қайтайық дедік. Қазір Нұрекең жұмыстан шығып келеді. Алдиярды алып алдық, қалған бөпелердің барлығын сестрама қалдырдым. Өтініш қарай тұрыңызшы деп. Сонымен келе жатырмыз қазір. Лимитровщик болып кірдім ғана жерге. Ужас, орын жоқ, парковка жоқ, үйдің жанын. Ужас айналдым ғой.
мына қарасаңыздар, миллиметр болып екі ортаға әйтеуір сыйғыздым машинамды. Үйге келдім, кішкене Ақботамен біраз сөйлесіп, ертеңнен бастап биге жазылдым. Хочу осанку исправить, плюс кішкене пластичность денеме қосқым келіп тұр. Өйткені кәдімгідей денем қатып қалған. Ой, зарядкамды ұмытып бара жатырмын ғой. Әсе мен ұмытпай олай жүре алмайтын едім ғой, қалай деп таңғалып жатыр едім. И тағы да бір жерге жазылдық, сағат 3-ке. Ол жерді айта алмаймын енді. Өзім бірінші рет барып көрейін деп тұрмын, не жер екенін. Өте бір қазақи аудиториям үшін өте бір ұятты жер деп айтайын. Сіздер естісеңіздер жоқ боласыздар. Бірінші өзім барып көрейін, содан кейін айтам сіздерге не зат екенін. В общем, қызық дүниелер болып жатыр өмірімде. Өте интересный заттар болып жатыр. Білмеймін, бір өзімді басқа қырымнан танып жатырмын. Сол бір өзі сондай бір момент болады, адам деген өзгергісі келетін деген сияқты болады ғой. Бір андай жаңа дем өзіме алып сондай болып жүрмін. Все. Үйге келе жатырмын 9 сағат 3-те. А мне надо завтра так рано просыпаться, балаларымның витаминін беріп. Одан кейін қазір еще душқа түсу керек. Душқа түсенсем еще тырнағымды сындырып алғам ғой. Жаңа машинаны жуатып, коврикті, поликті шешіп қалсам, тырнағым сырт етіп уже өсіп кеткен, ұзын болып тырнаққа баратын уақыт жоқ, қарын шай болып кетті уже. Ұят болды тырнақтарымнан. Сол өз-өзіме хуже жасап жүрмін ғой. Ай, кілт жоқ менде.